Ақтау маңында жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Әзербайжан Airlines авиакомпаниясына тиесілі ұшақ Бакуден Грозныйға ұшып бара жатқан. Әзербайжандық бақ ұшақтың тұманға байланысты Грознойда қонуға рұқсат ала алмаған хабарлады. Ол алдымен Махачкалаға, содан кейін Ақтауға ұшқан. Алдын ала ақпарат бойынша аман қалған 25 адам бар. Оның ішінде 22 адам ауруханаға жеткізілді. Ұшақ бортында 67 адам, соның ішінде экипаж мүшелері болған. 11 жыл Әзербайжан әуе желілерінде ұшқан Embraer E190 Air ұшағы бүгін сағат 11:28-де Ақтау маңына құлады. Желіде бортта болған 67 адамның есімі жарияланды. Алдын ала ақпаратқа сәйкес ұшақта 37 Әзербайжан, 6 Қазақстан, 3 Қырғызстан, 16 Ресей Федерациясының азаматы болған. Самолет упал. Давай. Куда я? Туда оттащим подальше. Ноги. Подожди, сиди. Сиди, пусть сидит. Тут люди упали. Самолет разбился. Звонили? Ева Киттан. Ева Киттан. Ева Киттан. Ақтау маңында жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Әзербайжан Airlines авиакомпаниясына тиесілі ұшақ Бакуден Грознойға ұшып бара жатқан. Әзербайжандық бақ ұшақтың тұманға байланысты Грознойда қонуға рұқсат ала алмаған хабарлады. Ол алдымен Махачкалаға, содан кейін Ақтауға ұшқан. Алдын ала ақпарат бойынша аман қалған 25 адам бар. Оның ішінде 22 адам ауруханаға жеткізілді. Ұшақ бортында 67 адам, соның ішінде экипаж мүшелері болған. 11 жыл Әзербайжан әуе желілерінде ұшқан Embraer E190 Air ұшағы бүгін сағат 11:28-де Ақтау маңына құлады. Желіде бортта болған 67 адамның есімі жарияланды. Алдын ала ақпаратқа сәйкес ұшақта 37 Әзербайжан, 6 Қазақстан, 3 Қырғызстан, 16 Ресей Федерациясының азаматы болған.